Қиыр шығыста өсетін ерекше Қытай бамбугы туралы естідіңіз бе? Бұл өсімдіктің өсу жолы адамды таңғалдырады және үлкен ой салады. Егер сіз бамбук дәнін егіп, оны баптай бастасаңыз, алғашқы жылы ешқандай өзгеріс көрмейсіз. Сіз оны күнде суғарасыз, топырағын қопсытасыз, күн сәулесіне қоясыз. Бірақ жер бетіне қылтиып, бірде-бір жапырақ шықпайды. Екінші жыл өтеді. Сіз тағы да еңбектенесіз, су құясыз, күтесіз. Бірақ нәтиже жоқ. Үшінші жыл, төртінші жыл өтеді. Жер бетінде әлі де ештеңе жоқ. Сырттан қараған адамдар сізге күлуі мүмкін. Бекер әуре болып жүрсің, бұдан ештеңе шықпайды деп айтуы мүмкін. Бірақ бесінші жылы ғажайып орын алады. Небәрі 6 аптаның ішінде әлгі кішкентай дән жерді жарып шығып, биіктігі 30 метрге дейін өседі. Ойлап қараңызшы. 4 жыл бойы тып-тыныш жатқан өсімдік 1,5 айда 9 қабатты үйдің биіктігіне жетеді. Сонда сұрақ туындайды. Бамбук 30 метрге өсу үшін 6 апта уақыт жұмсады ма? Әлде 5 жыл ма? Жауабы 5 жыл. Егер сол алғашқы 4 жылда бағбан оны суғаруды, күтуді тоқтатқанда, бамбук құрап қалар еді. Осы 4 жыл бойы бамбук өспей тұрған жоқ еді. Ол жер астында терең әрі мықты тамыр жүйесін қалыптастырып жатты. Ол өзінің болашақ алып салмағын көтере алу үшін іргетасын мықтап бекітті. Бұл оқиға біздің өмірімізге қатты ұқсайды. Кейде сіз бір мақсат үшін тер төгіп еңбектенесіз. Бірақ нәтижесін бірден көрмейсіз. Апталар, айлар, тіпті жылдар өтуі мүмкін. Сізге осының бекер-ау деген ой келуі мүмкін. Бірақ ұмытпаңыз. Сіздің қазіргі еңбегіңіз далаға кетіп жатқан жоқ. Сіз дәл сол бамбук сияқты тамыр жайып жатырсыз. Сондықтан ешқашан берілмеңіз. Нәтиже көрінбесе де, алға ұмтылуды тоқтатпаңыз. Сабырлы болыңыз. Уақыты келгенде, сіздің де еңбегіңіз жемісін беріп, биік шыңдарға 6 аптада жеткендей болып көрінесіз. Бірақ сол жеңістің артында сіздің көп жылдық табандылығыңыз бен сеніміңіз тұрады.